Жоғары жетістік формуласы қарапайым ғана. Аламан және Саламат Есбулаев қазақтың төл табиғи өнімі мен қазақ батыры қысқа уақыт аралығында әлемдік аренаға көтерілді. Аламан өнімдері бұл тиімділіктің кепілі. Бұл допинг емес, бұл табиғи күшіңізді арттырушы. Көз алдымызда хас шебер ММА-да жасаған алғашқы қадамынан бастап дүниенің беделді ұйымында үздік 5 жауынгер қатарына кіріп отыр. Алда енді тек чемпиондық жекпе-жектер. Қазақтар сарыла күткен чемпиондық белбеуді де бірінші болып Саламат алып келеріне сенім мол. Ал бұл жолда оның сенімді көмекшісі болған Аламанның пайдасына көз жеткізер сәт келді. Біздің өнімді пайдаланып чемпион бол. Ол сенің де қолыңнан келеді. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгінгі шығарылымды Еркебұланның жекпе-жегінен бастайын. Мұны айтпасақ болмас енді. Тоқтар өткен сенбіде Ереванда өткен жауынгерлік кеште өнер көрсеткен болатын. Қарсыласы қырғызстандық Марсель Нұрланбекұлы болды. Елдің ерке баласына айналған Еркебұлан мұнда жеңілді. Шынымен де іс жүзінде ол ұтылғанын көзіміз көрді. Алдыңғы бәсекелерінде ойнақтап жүрген қазақты біз көре алмадық. Бұл принципті сын еді. Қырғызбен, оның үстіне Марсельмен. Бұл жауынгерді Қазақстанда қатты жақтыра бермейді. Ұлтқа тіл тигізгенін көрмегенбіз, дегенмен қазақтарды ұтқаны бар. Тоқтармен арасында да тарих болған, осыдан біраз уақыт бұрын төбелесулері керек еді. Ол кезде қырғыз жауынгері жарақат алып, сол күйі айқасты көрмедік. Енді міне нейтралды аймақта жекпе-жек орын алып, ішіміз күйіп отыр. Бұл жеңіліске не себеп болды? Басымдықта біз жақта еді ғой. Мұнда үлкен қателік кетті Еркебұланнан. Ол таңдаған салмақ дәрежесі. Мойындаймын, кәдімгі профи боксшылар немесе ММАшылар мұндай салмақты қуа береді. Оны қатты сезбейді де. Ал Тоқтар қатты сезінді. Мүмкін мұндай оның мансабында көп болмаған да шығар. Жай өмірде 80-нен аса салмақпен жүретін актер осы бәсекеге шығу үшін 13 келі салмақ қуды деп айтты. Жалпы Еркебұланның өзі салмаққа акцентті көп салып жіберді. Мақтанғанын да көрдік. Мен ел секілді кездесу қарсаңында жасамайын, алдын ала қуып келдім деп. 70 келі лимитіне қуды. Нәтижесінде оның ағзасы үлкен шок алып қалған секілді. Кездесуге 1,5 тәулік қалғанда салмақ жасады. Бірақ қалған уақытта өзінің табиғи массасын қалпына келтіре алмады. Ағзасын қаншалықты қинады. Түбінде ол октагонға тым әлсіз болып шықты. Бірінші раундта ғана қандай да бір қарсылық танытқаны болмаса, қалған 2 раундта қолын көтеру қиындады. Ал Марсель ше, бұл негізі 66 елде төбелесетін жауынгер. Ол салмақ қумады, керісінше қосты. Кездесу алдында Қырғызда салмақ бойынша проблема бар екен деген сыбыстар жүрген. Бірақ мұның бәрі олардың арнайы сасытқан істері. Тоқтар жекпе-жекте осы салмақта қабылдардың алдында әрине айналасымен ақылдасқан анық. Олар неге бұл салмаққа көнді? Бәрінің көзін төленетін қаржы соқыр қылғаны ма? Сондайға ұқсайды. Не істетпейді? Енді не болды? Білемін, қаржы маңызды екенін, бірақ ұлт намысын таптаттыңдар ғой. Құрметті жанкүйерлерім, ренжімеңдер, төмен қаратып қойдым. Хейтерларым комментке күліп, көттерін ашып күліп алыңдар. Бұндай күн келе бермейді. Соңғы рет 3 жыл бұрын күнім, 3 жылда бір рет қуаныштымын деп. Білмеймін, бойды қараймыз енді. Авторда асықпай. Бірақ бір нәрсе нейті ол нокаутқа жұмыс істегім келіп кетті ма, құлатқым келіп кетті ма. Бірақ енді болатын болды. Өтшім комментке күліп, ау Еркебұлан анау, Еркебұлан мынау, осы видео сіздерге арнап хейтерлар, давайте жазыңдар. Бүкіл эмоциялардың бәрін шығарыңдар астына. Біз демалайық, кішкене демалыс керек сияқты. Қаршы, демалайық. Шаршап кеткен үстіне 2 ай. Просто демалыс керек вам, короче. Білмеймін, қанша уақыт. Может 3 ай, может 4 ай, может жарты жыл. Бірақ ораламын. Еркебұланды ойша, мейн-картта шыққан қазақтар қырылып ұтылды. Турнирді қарап отырып, мұның бәрі қазақты мазақ етуге әдейі жасалынған шара ма деген ойға да келдім. Ана өзбектің сайық мазақтарының бірі Ерасыл Ақрамбекті мал қылып жіберді. Басқа теңеу таппай тұрмын. Дайындық жоқ болса не үшін бардың? Кім апарды сені? 24 секундта 3 нокдаун плюс нокаутпен ұтылу. Ары қарай 38 жастағы Давид Хачатрян есімді армян Серік Сармұхаметті тіптен мазақ қылды. ММА бойынша қазақ тез арада ұтылып қалған еді. Сол жерде менің мықты тұсым бокс, ММАны мен түсінбеуші едім деп ақталды. Ал турнирді ұйымдастырушылар сөзден сап еткізіп ұстады. Жұдырықтасу қолынан жақсы келіп тұрса, онда қазір жасайық деді де артынша ұйымдастырып жіберді. Бірақ Сармұхамет мұнда да оңбай таяқ жеді. Не үшін мұндайларды алып бардыңдар? Бұл кәдімгі халықаралық турнир болды ғой. Мұндай жерге тек тепсін дайын тұрғандар неге бармады? Әрине түсінемін. Мықтылар сияқтысын көп бөліскісі келмейді. Ал бас пайданы күйттеп, қазақ намысын жерге таптатқандар
Олар нағыз оңбағандар. Бұл ят тірлік болды. Бізде ана өзбек аббиіңді 10 орап басатындар жетеді. Қартайған хачетрянды тұтатын біреу табылмады ма? Жүреген қырғыздардан да өзбектерден де басқалардан да таяқ жеп. Ят тірлік мынау. Бұлай барғанша бармау керек еді. Найза лигасының чемпионы Мақтаулы Бағдат Жұбаныш еркін күрес бойынша армиямен шығамын деп октагондағы қан жынның бәрін тазалап шықты. Есеп шамамен 20-дан 0 болған шығар. Бір ұпай ала алмады. Логикаға сыймайтын белдесу болды бұл. Несін айтамыз? Кірерге жер таппадық. Ал мына кештен соң қазақ ММА-сы біраз абыройынан айырылды. Я жасырмаймын, басында шыққан жастар ұтты деп жатты, бірақ қалың көпшілік секілді мен де мейн-карттан бастап қарадым. Өйткені танымал еместердің бәсекесіне әркім қарамайды ғой. Мұндайды тоқтату керек. Жалпы бұрын соңды қашан мұндай ыңғайсыз жағдайға қалғанымыз есімде де жоқ. Баяғыда Алматыда Титан FC турнирі өтіп еді ғой. Қазақтар жапырыла жеңілген жер. Міне содан бері мұндай болмады ау бізде. Қуатқа жаныма шығанай, атақты Хамитовты хайп промоушыны осы кештің жүргізушілерін бір ретінде шақыртыпты. Ол әр жекпе-жектен соң жауынгерлерден сұхбат алып тұрды. Қандай қиын болды десеңізші оған. Ел намысын әлі күнге дейін туғып ұстап биіктен көрсетіп жүрген жауынгеріміз түр бермеуге тырысты. Бірақ іші қан жылап тұрғаны анық. Елім менің әнін 3 рет Мәскеудің төрінде жеңісінен кейін шырқаған қазақтың мұндай яттан соң жан еті шыжғырылғаны анық. Менің айтарым осы, ал қосарларыңыз болса комменттен күтемін. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.